Сәлем баршаңызға. Сіздерге бүгін үй жағдайында қамыр өте жұмсақ болатын, өте оңай жасалатын пирог рецептімен бөлісетін боламын. Құрамы өте оңай. Бізге осындай кеседе осындай су керек болатын, жылы су. Осындай жылы сумен құямыз ішіне, және де дәл осындай мөлшерде бізге сұйық май керек болады. Сұйық майымды қосып, және де татымына қарай кішкентай тұз және кішкентай дрожж салатын боламыз. Осылай салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне достар, осылай жақсылап барлығын араластырамыз, және де осының үстіне дәл сол мына кесемен осындай бір кесе полный салып, қамырымызды илейміз, және де осы қамырымыз илеу барысында дәл сондай кесемен азғантайдан қосу арқылы қамыр илейтін боламыз. Міне осылай жақсылап кішкентай осылай қосылып, мен осылай қамырымды илеп алдым. Осылай барлығын жақсылап араластырып, камушка болмау керек. Осылай жақсылап барлығын араластырып, және де үстіне кішкене мына мен ұн қосамын, дәл осының үстіне. Міне енді қосып, барлығын осылай араластырып, қамыр илейтін боламыз. Және де осы қамырымыз осындай болып шығады. Міне жұмсақ, кәдімгі нанның қамыр сияқты болмайды, осындай болып шығады. Себебі оның ішінде сұйық май болғандықтан осындай болып шығады. Осыны целлофанға салып, холодильникке 1 сағатқа немесе 1,5 сағатқа қойып қойыңыздар. Міндетті түрде солай жасаңыздар. Сол кезде сіздің қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Осылай барлығын араластырамыз да, қамырымызды холодильникке саламыз. Ендігі кезектің начинкасына осылай сұйық майымды құйып, ішіне құттай морковымды жуғам салып, және үстіне капустам салып, және үстіне картоплым салып, осылай қуырып дайындап алдым. Ендігі кезекте мен пирогымды дайындайтын боламын. Осылай пирогым жартысын бөліп, осылай қолымызбен жайып, үстіне начинкамызды саламыз. Мына дайындап қойған начинкамызды үстіне салатын боламыз. Міне осылай барлығын салып, начинкамыздың үстін қасықпен осылай жан-жақтарына жиектеріне жағып, осылай дайындап аламыз. Және де мына қалған қамырымызды үстіне қолымыздың көмегімізді осылай жайып, екеуін біріктіретін боламыз. Шет жақтарын осылай дәл видеода осылай орап шықсаңыздар болады. Және де жақсы пісіру үшін ортасын құттай тесіп, осылай үңір қалдыратын боламыз. Ендігі кезекте осы кезде бізде пешімізді қосып дайындап қойдым. 180 градус температурада 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Осылай мені дайындап алып, ендігі пісіруге жібереміз. Міне осындай болып шығады. Жасап көріңіздер. Үлкен кісілер өте жұмсақ, тістеріне күшті, прям жасы жегенде өте приятны, жұмсақ, балдарға да жеуге де өте күшті. Жасап көріңіздер, қамыр өте жұмсақ болып шығады. Жасағанда өте белгілі болады. Рахмет, сау болыңыздар, ас болсын.